Баршаңызға қайырлы күн, мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз азу по-татарски тамағын дайындайтын боламыз. Бұл тағамды Семей өңірінде құрметті қонақтарға ұсынады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Маған осындай ет қажет, етті үлкен бөліктерге бөліп кесетін боламыз. Және де мен бұл жерде түйенің өркеш майын қолдандым. Түйенің өркеш майы ол тағамға ерекше дәм береді, яғни тағамның дәмді болуы осы өркеш майға да байланысты. Өркеш майды бөлек қайнатып алып, салы ретінде жесеңіздер де болады. Өркеш май адамды ешқашанда тоңдырмайды. Еттің барлығын турап болғаннан кейін қазанымызға су құйып, етімізді қайнатамыз. Достар, менің каналымда басқа да қарапайым рецепттер бар. Барлық рецепттердің құрамы описаниеде жазылып тұр. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. 5-6 пиязды осындай жіңішкелеп турап боламыз. Мендегі кішкене пияздар, егер сіздерде үлкендеу пияз болатын болса, 2-3 пияз қолдансаңыздар да болады. Екі түйір сәбізді үкіштен өткіземіз. Мен осы кезекте қамырымды бастырып қойған болатынмын. Еттің, бешбармақтың, ораманың қамыры секілді тындырып қойдым. Тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Тынып тұрған қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Барлық рецепттердің құрамы описаниеде жазылып тұр. Қамырымызды жайып болғаннан кейін сұйық маймен майлап шығамыз да арасына салмасын жағатын боламыз. Мінекей осылайша сұйық майлаймыз, одан кейін арасына салмасын салып, рулет секілді ораймыз. Орап алғаннан кейін осылайша кубиктеп турап аламыз да мантабаркамызды майлап, орамаларды орналастырып шығамыз. Бар жоғы 45 минутта өте дәмді болып пісіп шығады. Тазалап қойған картоптарымызды еттің үстіне салып қайнататын боламыз. Жай отқа қойыңыздар. Біздің орамаларымыз пісем дегенше етте уылжып, өте жұмсақ болып пісіп дайын болады. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, өте ерекше. Сіздер де дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын, сенімдімін. Ас болсын.